Köşede Nursultan Kurmanlar. Біздің екі билетіміз дайын тұр, Ермаш екеуміздің. Соны алып матчқа кіреміз. Стадионның айналасындағы атмосфераны түсіруіміз керек. Сол кезде мынау жанкүйерлердің жиналатын жері сияқты. Қазір бұл жерде шамамен 100 мыңға жуық жанкүйер болатындығы түсінікті. Әлемді түкпір-түкпірден келген қасаң жағылады. Масқара. Аяма! Өте керемет атмосфера. Негізі ана Де Йонг деген опасный бәле екен ғой. Доп тисе болды, аяғы Мессиге пас береді да. Екеуі жаман связка, ортадан келе жатады да, ойнамайтын сияқты былай. Талтаң енді, бірақ пастарың мынау қараңыздар, мынау қара. Кімді жағып жатыр? Қайырлы таң достар, біз оянып таңғы асымызды іштік, теледидарды қоссақ, барлық жерде Барселона мен Реал Мадрид Эль Классико жаттығуларын көрсетіп жатыр. Бірақ өйткені бүгін матч күні ғой, негізі матч değil ғой, бүгін болады. Сондықтан енді қарбалас енді басталды. Иә, қарбалас енді басталды. Және бұл жақта не істейді? Бәрі газет оқиды ғой. Газет, журнал оқиды, біз сияқты Инстаграмда көп отырмайды. Және міне қарап отырсақ, таңғы газеттер келді. Барлығында Эль Классико. Эль Классико. Бүгін Месси мен Бенземаның текетіресі дейм ба? Бұрын Роналдо тұрушы еді, енді Месси мен Бензема. Қазір Бензема жақсы гол ұрып жүр, менің ойымша, бабында қазір. Ашып көрсетсеш, бір іштерінде не бар екен? Мына жерде не деп жазып тұр? Барса дейді. О, міне Мессидің бір өзі 4-1-дей. Казимира, Рамос, Кросс, Варанды төртеудің ортасында жүр. Больше, чем классико дейді. Больше, чем классико. Бүгін енді бір қызығы, қазір көшелерге шыққанда да түсіреміз. Бүгін халық наразылығы мынау не ғой енді Москва ин клуб деп жазылып тұрады Барселонада. Больше, чем клуб деген. Соны мынау классикодан да жоғары деген сөз. Суарес ойнайтын білмейтін сияқты жарты Барселоналықтар негізі. Соңғы кезде білмеймін. Вальверде мен Зидан мінекей. Но тема дейді. Надо жүгіреміз сегуру дейді. Масқара жаман айтқан, шындықты бетке тіліп айтты. Нан не айтқанса да, конесемесе Месси дейді. Жаман айтты. Мессиді ұстаңдар деген ғой, жалғыз Месси Барселона деп тұр ғой енді. Иә. Басқа ешкім жоқ деген сөз ғой. Міне, құрамдар бүгін Иско, Казимира, Рамос, Куртуа, Начо, Кросс, Бензема, Модрич, Карвахаль, Родриг на жерде, Серхио Роберт, Ракитич, Месси, Суарес, Бускетс, Пике, Тештеген, Ленгле, Де Йонг, Гризман. Жобасы бойынша ғой енді бір күн бұрын. Осындай болу мүмкін деген сияқты мнениесі ғой. Шамамен 80% дәлте бар бұлар негізі. Міне Барса құрамы. Сен сияқты жазып мына жерде. Хуан Мануэль Диас деген. Өзінің твиттерін салып қойды. Міне жаттығулары. Артур Сафулев қойды. Артурға бір нәрсе болып істейді ғой. Не болды Артурға? Не істеді Артур түсініксіз. Бүгін мінекей мына екеуін текетіресі болады Рамос пен Суарестің. Бүгін қызыл бола ма, болмай ма? Артур да бүгін алаңға шығуға дайын деп тұр ғой міне. Примерно сондай әңгіме ғой. Артур болғанда Артур Видальдің сурет тұр ғой ішінде. Месси Капа Зидан дейді. Месси туралы жазған енді. Жалпы осындай енді оны барлығын ақтара берсең көп Нұрсұлтан менің ойымша. Кешегі біз барған уақыт жетпейтін шығар. Мына жер не дейді? Бұл да шамамен статистика, мәліметтер. Кордуаны ұстап тұр. Сурет керемет екен. Мына осындай суреттер баяғыда жинаушы едік қой, біз оны Инстаграм, интернет жоқ кезде ше. Қырқып алып, кесіп алып, жабыстырып қойшы едік қой. Сондай болып тұр ғой. Мынандай кереметтен безендіреді журналистер ше. Оформление жақсы. Мұхаммед Салахты көрсетші. Эль Классико қоя тұрсын. Мына ішінде бітті ғой. Міне жатыр ғой. Мұхаммед Салах қой. Клоп қой. Клоп төбеден қарап тұр Салахқа. Демалыс қалай өтіп отыр. Мынау әлем кубок не ғой, чемпионаты ғой, клубтар арасындағы. Бразилиялық клуб шықты ғой. Фламенго. Фламенго мен Ливерпуль ойнауы мүмкін. Ливерпуль ол үшін кімді тұту керек? Бір клубты тұту керек ойдағыдай. Аль-Саад деген сияқты бір шығар, Аль-Хилал деген сияқты. Қай жылғы мынау? Монтеррей деген клубты тұту керек. Монтеррей. Уругвайдікі ғой.
Жалпы осындай Осы- енді ұзақ болып кетті енді оны айта берсек өте көп. Бұл енді талдау сараптама ғой. Бүгінгі басылымдарға берілген сараптамамыз осындай. Ермұхамед. Я Нұрсұлтан естілмей тұр деймін. Біздің эфирімізге шығып жаңағын ақпарат берген Барселонадағы тілшіміз Нұрсұлтан Құрманға алғыс айтамыз. Сау, сәлеметті болыңыздар. Ela questo dello tecnico del Barcellona che ha preso foro ed è molto leggende a terremoto e Barcelona Messi for Griezmann Messi and Suarez and fuck Madrid fuck деймін бұл кешегі адам. 3-4 күн бойы телевизор көрген Нұрсұлтан Құрман және бір жанкүйер сөйтіп айтқаны бар еді. Маған Барселоналық кеше айтты, ей, испанша сөйле, Испанияда жүрсің ғой деді ғой. 2 күн болды ғой жүргеніңе, 2 сөз үйренбедің деп айтып отыр. Сосын мен айтып жатырмын енді Қазақстанда ондай емес. Қазақстанда орысша сөйлей берсең де болады дедім. Біз сондай қонақ жаймыз дедім. Таңғы жаттығу. Поляға шығатын адам. Мотоцикл. Бұл өзі мотоциклдің қаласы. Өте керек дүние ғой мына ауылда. Шымкентте ма? Ойдағыдай бүгін метромен барайық матчқа. Ертерек бір 3-4 сағат алды. Оның үстіне ақша да азайып кетті десе. Ақша азайып кетті. Кетіп жатыр дейді қазақтар. Қаланың қақ ортасында заправка десе. О, мынандай спортсмендер бар, қыздар бар дегенде. Атақты Гауди архитектордың дүниесі мінекей 1882 жылы салына бастаған, халықтың қаржысына демеуімен салынып жатыр. Негізі кішігірім 20 тарихын айтып өтсең, бұл идея қайдан пайда болды? Енді кейбір азаматтар YouTube-тан сіздерге ерінетін шығар, бірақ сен өзің посттарына жазып жатсың, мен де арасында қосып отырайын. Жаңағы осы шіркеуді салуға тапсырыс берген кісі түсінде көрген екен. Сол түсінде көрген кезде шашы ақ, көзі көп, сондай адам елестеген түсінде аяп беріп кірген ғой. Сондықтан архитекторлар сәулет өнерінің енді адамдарын сәулетшілер істей бастаған ғой. Сол кезде Гаудиді, Антонио Гаудиді көрген, ол небәрі 31 жаста болған, содан кейін соған тапсырып берген екен. Ол бірден іске кіріскен, керемет сызған, сызба нұсқалардың барлығы тамаша болған. Сөйтіп осы шіркеу Саграда Фамилия деп аталады. Негізі соған байланысты осы шіркеуді соғып бастаған. Және соғып бастап жатқан кезде 1000 енді аяқтап қалатын жағдайға жетіп қалған негізі. Бірақ өмірінің түбі негізі жетпейтіндігін біліп, одан ары қарай сызбаларды сақтап, менен кейінгі сәулетшілер осыны ары қарай жалғастырсын деп тығып кеткен екен. Бірақ 1926 жылы дәл осы Каталонияда, Барселонада трамвай жүре бастайды. Сол трамвай жүріп бастап жатқан кезде елдің барлығы рахаттанып, қол шапалақтап, құттықтап жатқан кезде 3-4 сағаттан кейін сол трамвай бір үлкен кісіні, жасы егде кісіні қағып кетеді. Сосын оны ауруханаға барса, бір медбике танып қойды. Енді ол кезде телевидение жоқ, Инстаграм жоқ, оның түрін танымаған енді. Сөйтсе ол Антонио Гауди екен. Сөйтіп барып таныған, өмірі енді ұлы архитектордың осылай аянышты. Негізі кәрі құрлықта көптеген ұлы тұлғалардың өмір солай аяқталады негізі. Ұлы адамдардың барлығы өте жұмбақ жағдайда қайтыс болады. Бұл кісінікіден сәл кішкене ерекшелеу. Трамвай қағып кетті дейді. Сен айтып жаттың ғой, трамвай қақты деген кезде маған бірден ойыма Шәкен Айманов елестеді. Шәкен Аймановты да Мәскеуде көлік қағып кетті ғой. Енді ондай оқиғалар өте көп, байланыс іздей берсек. Жалпы футболдан бөлек Барселонаға турист тартатын осы Гаудидің тамаша өнер туындылары, архитектуралық туындылары қарап отырсыздар. Халық өте көп. 25-26 евромен кіресіздер. Қаншама адам кіріп шығып жатыр. Сондықтан сол ақшаға мынаны архитектуралық тамаша ғимаратты аяқтап жатыр. 2026 жылы бітеді дейді. Біздің қатарымызға Нұрсұлтан деген жігіт. Нұрсұлтан қаласынан келіп отыр екен, Бұл жалпы конференцияға келген екен, өзі ғарыш саласының маманы екен. Астанада да ғарыш саласында қызмет атқарады, өзінің туған жерде Байқоңыр екен. Біз іздеп, тауып, сол YouTube-тағы влогтан көріп, неге байланыс орнатып келіп отыр. Ертеңгі матчқа не айтасың енді? Ертеңгі матч менің ойымша енді екі командада гол соғады деген өзім хобби забит дейді ғой. ОБЗ-ның мамандары екенсің, дұрыс. Соған өзім естеймін, өйткені қазір Реал Мадридтің менің ойымша қарқыны өте жақсы.
дегенмен жаңағы Марсело ойнамайды, Азар ойнамайды деп жатырмыз. Оған қоса Родриго бар, Винисиус бар, Иско бар. Бір гол, сондықтан да менің ойымша Реал Мадрид соғуы керек. Иә, Куртуаның көңіл күйі де керемет қазір. Кешегі Валенсияға қарсы ойыннан кейін деп ойлаймыз. Халық келіп жатыр. Жер құмды жерде жасаған неге. Аспан бұлтта әдеттегідей. Күн бірте-бірте суытып бара жатады айтпақшы. Таңертең біз осы жаққа арнайы шыққан кезде күн ыстық еді. Жаңбыр жауады негізі. Ертең матчта ше қалай ойлайсың, жауа ма? Ертең жаңбыр болмайды, бүгін жауы керек. Дейді синоптик мамандар деп қойса. Синоптик мамандар сөйтеді, бірақ енді бүгін жаумаса ол ертең жауады деген. Сынап бағанасы деп қой. қазір. Ана жерде форса деген жазылыр бар екен. Жақсы, бұл енді кішігірім видеоблог болғаннан кейін футбол жайында емес, кішігірім қаланың негізгі сәулет ғимараттарын, өнерлерін көрсетейік деген ойымыз. Кейінгі ұрпақ неге бұлар Барселонаға барып, ғимараттарды көрсетпеді, Гаудиді көрсетпеді деп. Анығын бір Алла біледі, әрине, ол жерде не болғаны. Сондықтан оның қиссасы сондай болып тұр, қадірмен достар. Қадірмен достар, біз жоғары қарай өрмелеп келе жатырмыз. Камп-Ноуға келе жатырмыз. Шын айтқанда, жаңа ғана біз гуілдеген, арқыраған дауысты естідік. Бұл Алатаудың басынан арқырап аққан гүрілдеген өзен сияқты сай саладан жан-жақтан тармақ-тармақ болып жиналып бір ортаға құятын, яғни ноу-кампқа барып құятын фанаттар легі еді. Міне көріңіздер. Барлығы сол жаққа барып жатыр. Әлі ойынның басталуына 100 сағат бар. Бірақ жанкүйерлер ерте барып жатыр. 100 мың адам оңай емес. Көптеген көшелерді қорғау қызметкерлері Жауып тастап жатыр. Демек, біз дұрыс келе жатырмыз, 3 сағат алып келе жатқанбыз. Жаяу келе жатырмыз, қонаққа айтпақшы. Кішігірім атмосфераны көрейік деп, жол-жөнекей тамақтанып алып. Қараңыздар, қызметкерлер. Барселонаның шарфы және сөмкелерін салып алған. Қарасайшы, бүкіл көліктерді. Қауіпсіздік қызметі сақадай сай дайын тұр. Бүгін тәуелсіздікке қарсы тәуелсіздікті аңсаушылар акциясы өтеді екен. 4 нүктеден бүгін жаңалықтардан күндіз бойы соны көрсетті ғой. Көреміз енді қалай болады. Қазір біз барға баруымыз керек. Байо деген сол барда біздің 2 билетіміз дайын тұр, Ермаш екеуміздің. Соны алып матчқа кіреміз. Стадионның айналасындағы атмосфераны түсіруіміз керек. Мынау жанкүйерлердің жиналатын жері сияқты. Мінекей Барселонаның фанаттары. Ішінде масқара қырғын адам отыр. Енді әрине бір жағынан 100 мың адамды енді елестету, бір стадионға тоғыту, бұл енді қазақ футболында, Қазақстанда бұрын соңды болмаған нәрсе. Және мына көшенің бойында өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мен мұндалап алыстан қол бұлғап бері қарай келіңдер деп шақырып тұрған атақты 100 мың адам сиятын Nou Camp стадионы. Бұл жерде Ривалдо, Фигу, Overmars барлығы доп тепкен мұнда. Енді Месси, Суарес, Гризмандардың уақыты. Көреміз енді қалай болатын. Атақсымен жанкүйерлер, қаптаған, туылған жанкүйерлер. Ерте 3 сағат барайды. Сонымен қатар бұл стадионда кезінде Йохан Кройф сияқты атақты голландиялық мамандар жұмыс істеген. Бұл жақта голландиялықтарды өте қатты жақсы көреді. Мысалға біз бүгін теледидардан көрдік, тамашалап. Де Йонг туралы біршама документалды деректі фильмдер. Өйткені Йохан Кройфті құрмет тұтады екен бұл жақта. Бұл жақта Нұрсұлтан Құрман бар енді. Мінекей Nou Camp стадионына да келіп жеттік, қадірмен ағайын. Барды табайшы, Ермаш. Сонаудайдан дүбірді естігенде тұлпардың аяғы тыпыршып тұра алмайды, сол сияқты Нұрсұлтан екеумізде біраз тыпыршып келе жатқан жайымыз бар десек болады. Өйткені мына жақта Барселона фанаттарының, жанкүйерлерінің дауысы керемет шығуда. Кәдімгі барабандар, дауыстар алыстан шырқалып жатқан. Өйткені қазір бұл жерде шамамен 100 мыңға жуық жанкүйер болатындығы түсінікті. Әлемді түкпір-түкпірден келген масқара атмосфера деген керемет мұнда. Мынандай жанкүйерлер бар, мынандай жанкүйерлік мәдениеті қалыптасқан жерде қалайша бүкіл күшіңді салып футбол ойнамайсың,
амалдың жоғынан, ой, ертең футбол ішпейін дейсің ғой. Ертең ойын ішпей-ақ қойып жігіттер, кәлен шекпей-ақ қойып дейсің ғой. Сен сонда біздің футболшыларды меңзеп тұрсың ба, түсінбедім. Жалпы айтамын мен. Сен мына жақты қарасашы. Футбол фестивалі болып жатыр ғой. Бар қайда? Бар, байо деген қайда? Еркіндікті аңсаушылар ғой. Біздің бар қайда? Рахмет, Ермұхамед. Бар ғажабымен тамсандырған Барселона мінекей бүгін көріп отырсыздар, бар сәнімен бізді де таңғалдыруда. 100 мың жанкүйер, стадионға сыймайтын қаншама азаматтар дәл осы бардың ар жақ бер жағында жүр. Арнайы демонстрация өтіп жатыр. Барселонаның тәуелсіздігіне арналған көріп отырсыздар, барлық жерде плакаттар қарап отырсыздар. Сондықтан біз керемет футбол атмосферасына енудеміз. Бұл жерде қаншама жарылыстар естіліп жатыр, оның бәрі жанкүйерлердің петардылары деп ойлаймыз. Сондықтан біз бақыттымыз Ермұхамед Мәулен екеуміз. Арнайы Каталония астанасы Барселонадан Нұрсұлтан Құрман, Ермұхамед Мәулен. Арнайы Нұрсұлтан Құрман арнасы. Мінекей Барселона камптың жанындағы барларда шамамен осылай атмосфера. Аяма! Нұрсұлтан, давай! Баспен керемет ойнайтынды. Мә саған техника. Ұрасың ғой ондайды, ұрасың ғой. Жақыры кетті. Керемет атмосфера, мүлде. Қазақстанда қашан болатыны түсініксіз. Жарылып жатыр ма, не болады? Ол жақта кәдімгі ультра сияқты ғой. Ультрастар, бір теппесін. Қайда 95 бет? Ау. Мас. Әуелсіздікті аңсаған деп бөлек шығарсаң ба? Біз Барселона ежелден батыр елміз деген сияқты біреулер бар шығар арасында. Доп тепкен елміз, доп теуіп жай жатқан елміз деп. Иньеста, сені елден айырған, Испанияның тепкіні, мені елден айырған деген сияқты бар еді. Қызғыш қыз, қанаты қатты мойның бос. Масқара мынау. Мынау қайтеді. Мыналарың қайтеді. Наша шегіп жатыр. Наша. No filming. Негізі біз ана жаққа барайық деп едік, у-шу шығарып атқан, отты да жағып атқан солар екен. Енді нағыз ультрастары, Барселонаның тәуелсіздігін аңсайтын азаматтар екен. Барып түсейік деп едік, жанкүйерлерге бұл жақты түсіруге болмайды. Қатаң тыйым салынады деді, бізге тыйым салды, біз қайтып бара жатырмыз, бірақ енді ана жақта қараңыздар. Мына жақтың бәрінде наша шегіп жатыр, нашаның иісі келіп жатыр.
Алматыдан келіп отырсыңдар ғой. Арнайы матч үшін ба? Жоқ, мен осында тұрамын. Қанша жыл болды? Ғана 3 ай болды. Оқисыз ба, жұмыс істейсіз ба? Қандай мамандықта? Финанс. Бәрекелді. Барсаны жанкүйерсіңдер ма? Жоқ, мен ағам келді. Алматыдан. на матч посмотреть. Сол арнайы матчқа. Мен сонымен Бүгін есеп қандай болады деп ойлайсыздар? Какой будет счет? Орысша айта беріңдер, қиын болса. 3-0 болады. 3-0? Иә. Мне кажется, 3-1, наверное, заберут Барс. Дұрыс. Давайте. Кім гол ұрады деп ойлайсыңдар? Месси. Короче, Месси дубль и Гризман на последний. Непонятно, может даже дубль Суарес и Гризман, может Месси не будет забивать. Жақсы, жігіттер, сәттілік, давайте. Ләззат Қанайға ойыннан, рахмет. Ал, мінекей, кіреміз. Бірінші. Nou Camp стадионына кіріп келе жатыр, сонымен өте тамаша атмосфера ола. Сонымен қадірмен достар, біз қазір Nou Camp стадионының ең жоғарғы ярустарының бірінде отырмыз. Тамаша көрініс қазір. Не айтуға болады? Кішігірім превью айтып өтен, Ермаш. Бұл командалар тарихында қанша рет кездескен, неше кім неше болды. Чемпионатта 95-96-дан негізі жеңістері 54 матчта тең түскен екен, бірақ осы ойынның алдында кеше біраз баспасөзді шолып шықтық. Сонда мынау Реалдың сапындағы Асенсио, Иско бар енді құрамда. Негізі жаңағы жарақат алып қалып, Эден Азар, Марсело сияқты футболшылар алаңға шықпайды. Бұл бір. Екіншіден бұлар Валенсияға қарсы өте ауыр матч өткізген, тең болатын ойын. Және сол ойын бір күн кейін болған. Марсело мен Реал Сосьедадқа қараған. Бірінші ойнап кетті олар, сондықтан Барселона бір күнге артық демалды. Бұл өте қатты әсер етуі мүмкін. Екінші фактор Артуро Видаль сияқты жаңағы Осман Дембеле сияқты екі адам оларда да жарақат алған, бірақ олар енді негізгі құрамның сондай бір маңызды ойыншылар деп айта алмаймыз. Барселонаның негізгі мықты футболшылары түгел бүгін алаңға шығайын деп, сондықтан Барселонаның бұл жағынан да бір басымдығы бар деп есептеймін өз басым. Біздің Барсаның барлығы фаворит деп отыр. Кез келген жерде сұрасақ та есеп 3-1, 3-0, 4-0 деген есептерді естіп отырмыз. Бірақ осы классиканың бір тағы бір ерекшелігі бар. Көбінесе өз алаңында қалып отырған команда жеңіліп жатады. Байқайсыз ба? Мысалы Реал Мадрид Сантьягода қанша рет болды. Мен Реалдың жеңістерін тек осы Камп Ноуда ғана көргенмін, мысалы. Барселонаның жеңісі. Мысалға бұл ойында енді басты маңыз Лионель Мессиге беріледі. Жаңа бізде байқадық, Месси алаңға шыққан кезде қалып барған түрегелді кәдімгідей. Лионель Месси 3 ойын қатарынан гол соқпаған Реалдың қақпасына және ассистенттік те жасамаған. Ал 4-ші матч болуы мүмкін деген сияқты болжамдар айтылуда көрушілеріміз. Бірақ дегенмен осы текетіресте ең көп матч өткізген және гол соққан ойыншылардың бірі Лионель Месси және Хавиге жетуі мүмкін екен, егер бүгін мінекей алаңға шығады. Ойнаса ма? Лионель Месси Хавиге жетеді. Ал негізі рекордқа қазір Серхио Рамос кетейін деп тұр екен. Серхио Рамос әжептәуір жаңартып тастайын деп тұр рекордты. Сондықтан осы Эль Классикоға өте ең көп қатысқан футболшылардың бірі осы. Одан бөлек тағы да айтатын болсақ, енді Мадридтік Реал осал деп айтуға болмайды. Олардың да ойыны әжептәуір. Бапкерлер тарапынан алып қарағанда көп айтып жатыр қазір. Вальвердеге қарағанда Зинедин Зидан өте мықты бапкер деп. Мысалы, өткен жылы Реал Мадрид ұтылған ғой енді. Сол кезде бапкер әртүрлі болған, мысалға Реалда ауысып отырған, тұрақтылық болмаған. Енді қазір жаңадан команда жасақталды. Осындай бар. Бірақ жалпы Реал Мадрид бұл ойынға негізі жақсы көңілмен келді. Өйткені Куртуа қақпашы аз бабында Валенсияға қарсы тамаша ойын ойнады. Жалпы көтеріңкі көңіл күйде негізі алда тамаша сейвтер жасады. Бензема қазір қандай бабында, мысалы, гол салып әрі ойын сайын Роналдоның орнын басып жатыр десек болады. Модрич жарақатынан айығып қазір соңғы ойындарда жақсы тұрақты ойнап жүр пастарын. Бірақ Реал Мадридте мысалы Гарет Бейлдің бүгін негізгі құрамға шығатын кеше белгілі болды. Сол қатты таңданыс тудырды. Валенсияға қарсы өткен матчта Гарет Бейл құрамда отырып көтерке лақтырып ойнап отырған
барлығы да көрген, испаниялық журналистер жазып жатыр. Реал Мадридтен басқа жаққа кеткісі келеді деген әңгіме бар, бірақ бүгін негізгі құрамға шығып отыр. 100 мыңдық алаң мінекей стадион қазір толу үстінде. Қолымызға мынандай тарады, қазір бәріміз осыны көтереміз. Білесіздер ғой, тамаша перформанс болады. Және қарап отырсаңыздар, басым көпшілігі Барселонаға жанкүйер азаматтардың ішінде жергілікті каталониялық азаматтар, сондай-ақ араб елдерінің азаматтары бар екен. Сосын Жапон, Таиланд сияқты елдердің, шығыс елдердің жанкүйерлері өте көп екен. Қалай стадиондары? Өте керемет атмосфера. Вот шоу. Бірден көк плакаттарын ала бастады. Аспан түстес, яғни Каталонияның тәуелсіздігін аңсап жатыр ғой барлығы. Бағана арнайы футбол протесттен кейін перформансқа кейін мынандай басталып кетті, қараңыздар. Алды! Матч көреміз, Эль Классико, кеттік! Текетірес болып отыр кәдімгідей. Орынға келісе алмай жатыр ма, әлде Бұл енді менің ойымша ауыл арасында жүрген бөлтірік сияқты, адамдар арасында жүрген бөлтірік сияқты, Реалдың бір фанаты жүрген бағана, сол қойдың шамасы. жақта Месси құдай сияқты ғой, кәдімгідей доп алса барлығы реакция білдір, о деп мақта былай мынандай болып отыр адамдар. Деп кәдімгідей топқа Реалды бәрі мәссаған до Бискода бар алама, бар ма айтпақшы? Бар. Негізі ана Де Йонг деген опасный бәле екен ғой. Доп түйсе болды, аяғы Мессиге пас береді да. Екеуі жаман связка, ортадан келе жатады да, ойнамайтын сияқты былай. Талтаң енді, бірақ пастарын мынау қараңыздар, мынау қара. Бензема. Шабуыл. Реалдың шабуылы. Алпы негізі Реал қысып отыр, алғашқы 20 минутта. Әжептер ойнап жатыр Реал. Мен ойлап едім, қазір Барса бермей қысама деп, керісінше. Ойнады отыр. Ашулағамыз, е? Өте салады кәдімгі. Жаңбыр жауайын деп жатыр, айтпақшы жиырмашына. Стадион Европалық стандарттарға сай емес екен. Крышасы жоқ. Бар. Пайызын жапса болды ғой. Мына жақтар жабық емес. Біздің көптеген еліміздегі стадиондармен деңгейлес болып тұр ғой. Терезесі тең болып тұр ғой. Жаман просто соққысынан шықпай қалды. Ойынның 37 минуты. Мә қара, тағы да период. Ана төрешін айтып еді ма, сарғағаз тағы да екінші сарғағаз Барселонада.
Әлі біраз көрсетеді. Суарыш қатып кетті ана. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0 қадірмен достар. Жақсы, бірақ қызық болды ойын, тез өтіп кетті. Бірақ Реал Мадрид көп шабуылдады мен ойымша. Бірінші тайм Реал Мадрид басым болды, иә. Барса кішкене білмеймін. Сол қапталы өте әлсіз екен. Де Йонг ортамен жақсы сол қаптал мүлдем шабуыл жоқ. Оң қапталды кімді жеп тастады ана жақта. Месси жақта. Бұрыштама добы тағы да сол ойын. Ол Реалдың басымдығы. Қызық. Екінші таймда да жалғасын табуда. Сонымен бұрыштама добын көрейік. Сонымен қадірменді ағайын, заманымыздың заңғар футболшысы Лионель Месси қазір айыпдобын тепкеліп тұр. Куртуа немесе Месси. Куртуа немесе Жоқ, бұл жол болмады. Ансу Фати шығып отыр, қараңдар. Бүкіл стадион Ансу деп айқайлап еді. Ансу шықты және Реал Мадридтің сапында алаңға Исконың орнына Модрич шықты. Көреміз қазір. Енді Ансу Фати Интерға Чемпиондар Лигасының топтық кезеңде соңғы турда жеңіс голын соққан болады. Ойламаған жерде Сан-Сирода. Бәлкім бүгінде бұл Вальверденің бір жасаған ең бір керемет тактикалық қадам шығар, бәлкім қазір салып қалар гол. Ансу, көреміз. La zona de travessera de les Corts. Шаман бетсенді. Ана біздің Астана аренадағы қазақ Мауриньо ойнамай қалады. Әрқайсысы сондай ғой. Сонымен қадірмен достар, Реал Мадрид Барселона арасындағы классика матчы аяқталды. Есеп 0-0. Жалпы матчқа байланысты көп нәрсе айтуға болады. Атмосфера барлығы қызық, жанкүйер адам сезінуі тиіс деп ойлаймын. Иә, саяси ерекше үрдістер орын алды, көңілмен шықты, жалпы атмосфера тамаша. Бүгін Эль Классикода негізі Реал допты көбінесе иемденді. Басымдық Реалда болды. Енді Мессидің ойда жоқта шығаратын пастары бір-екі рет орын алды, бірақ өкінішке орай Барсаның жанкүйерлері үшін голға айналған жоқ. Ал Атсу мен Модричті кеш шығарды деп ойлаймын. Соларды ертерек шығарғанда бәлкім бірінші таймнан кейін, екінші тайм баста шығарғанда ойын қызық болар еді. Бірақ бүгін өте сауатты ойнады екі команда. Қорғаныста өте сауатты ойнады. Бірақ енді мұндағы жанкүйерлердің көбісі сол Барселонаның бір гол қатты күткен еді, ол болмады. Дегенмен екі команда 0-0 тең ойнады. Жалпы ел де тыныш, командаларда жанкүйерлер де тыныш. Құда тыныш, құдағи да тыныш дейді. Мұхтар Мағауиннің құмырсқа қырғын деген романын оқығандарыңыз бар ма? Құмырсқаның илеуіндей Барселонаның жанкүйерлері бүгінгі матчқа келген фанаттар мінекей кетіп бара жатыр. Мінекей, өздеріңіз көріп отырсыздар, атақты Барселонаның қазіргі таңда тики-така ойынның негізін қалағандардың бірі, сол командалық мәдениетті, клубтық мәдениетті қалыптастырған летучий голландец деп айтады. Яғни Йохан Кройф қойылған ескерткіш, өздеріңіз жақсы көріп отырсыздар. Халық қанша жыл өтсе де ұмытқан жоқ. Демек, есімі ел есінде. Йохан Кройфпен көп дүниені байланыстыруға болады. Мысалы, қазіргі таңда Йохан Кройфтан кейін Кубан ойнап жүр, бүгінгі Де Йонгтар ойнап жүр. Соның барлығы сол осы барселоналықтар голландықтарға дән риза, алғыс ретінде олар қатты жақсы көреді. Осылар ескерткіш қойылды. Күндердің күнде Йохан Кройфқа ескерткіш қойылды, енді Мессиге де ескерткіш қойылады. Сөйтіп кете береді. От жағу. Демонстранттар наразылығын білдіріп жатыр. Көреміз ба барып? Былай өтейік. Кімді жағып жатыр? Бомба жарылды. Теракт. Біртіндеп қашу керек бұл районнан. Бұл аймақтан Барселонаның қақ ортасы қазір Құрсын бәлесінен аула. теракт болып кетуі әбден ықтимал. Оны сөздер айтпай қойшы. Әлі бір нәрселер жарылып жатыр жан-жақта. Мына жақта да біздің алдымызда бір нәрсе жанып жатыр. Мына жақта да бұзып жатыр. Барселона жалпы Каталония жұрты тәуелсіздік үшін күресіп жатқандығы түсінікті. Таңғарсай, мусорный бак бар ма? Соны алғанда өртеп тастаған. Абай бүгін.
Ана жақта да бірдеңе болып жатқан сияқты. Құрметті достар, мінекей біз Барселона әуежайындамыз, үйге қайтып бара жатырмыз. Бірақ бір қызығы, қайтып бара жатқан кезде Мадридтің Реалдың дүкеніне тап болдық. Қазір Барселонада қалай еді? Реал Мадридтің дүкені. Формалар тұр. Қанша теңге екен бағасын? Көріп көп жіберсеңші. Шаммен 100 евро шығар. Я, енді бәрінің бағасын бірде ойлаймын. Бағасын How much? Мәне тұр ғой бағасы. Окей. 139, 140 қой, 95. Неден қымбат болып тұр ғой? Барсаңкінен қымбат екен. Сау бол. Ама ағы ше. Ағы 129 екен. Ешқандай нөмірсіз, жай ғана ағы 129, Модричтікі. Алу керек еді ма, негізі? Сергей Рамос қой мұна. Йович. Серғали Рамос. Біздің Кәрім Қажымханұлы өзі айтпа. Бензема. Гол соғатын сен ғана. Елу пайыз жеңілдік болып отыр асенсиоларға. Демек бұның бағасы қазір 44 евро тұрады екен. Мынау қонақта кейін бар. Мынау да былтырғы маусымы 50 пайыз жеңілдікпен 69 евро болады екен. Былтырғы маусымы. Кішкентай бүлдіршіндер жазылған. Паспортик бар ше. Ничего екен. Мынау қыз формадан да арзан ғой. Тренировочный 89 евро. 89-ды енді 477-де 22 көбейтіңіз. Бағасы шығады сонда. Мыналар ше. Сантьяго Бернабеу бар екен. Стадион. Автобусмен кәдім. Мынандай ойыншықтары бар екен. Қанша бенземанка? Тура сол шығар 130 евро. Шамамен. 127-де 95, 128. Осылай ағайын. Кеттік па онда Венгрияға? Кеттік, Будапештке. Өзіміздің туған жеріміз. Жұртқа жетіп алайық, ауырларға. Нұрсұлтан, Будапештте не yapıyorsun? 11 сағат па, Будапештте болуымыз керек. Нұрсұлтан қаласы. Будапештте біз кәдімгі не сияқты екен енді? Қостанай, келеді екен, Павлодар. Автобустарда деш. Аса қатты жарқын емес дейсің ғой. Мұңлы ма? Қазір көреміз не болады. Не істейміз? Орталық қаламыз, басқа істейміз. Шай ішеміз, стадион болса стадион аралаймыз. Клейн Хайслердің үйіне кіріп бір шай ішіп шықпадыңдар ма? Звондалып еді, жеке. Интервью алып кетсең. Біз Будапешттеміз. Барселонадан Будапештке келдік. Пропама Арена ұлттық құрамасы Венгрияның осы жерде өзінің ойындарын өткізеді. Ішін көріп тұрмыз. Жаңа стадион ғой. Енді негізі бүкіл матчтарын өткізеді десек артық болып кетеді. Арасында Қазақстан сияқты жаңағыдай бір матчтарды ойнайды. Негізі сонымен қатар бұл стадионда негізі Қазақстан ұлттық құрама командасының тарихында Бақтияр Зайнуддинов алғашқы голын соқты. Еркебұлан Сейдахмет гол ұрды ғой сол ойында. Осы жерде ұрды ғой. Тамаша. Мынау керемет архитектура, керемет ескерткіш. Міне дәл қазақ футболына сондай бір екі ойыншының дебюттік голын соғуға, дебюттік матчтарын өткізуге жалпы себеп болған жер осы. Мінекей қазір группама аренаны түсіруге кіріп келе жатырмын. Ішінде өте тамаша материалдар, мінекей керемет бір іс-шараға дайындалып жатқан сияқты. Дәл осы стадионда Қазақстан ұлттық құрама командасы Венгрияға қарсы матч өткізген еді. Мінекей подогревпен. Окей, бір минут. Мінекей тамаша стадион.
керемет жағдай. Мынау енді шөпті осылай қыздырып, күн Венгрияда да суықтау негізі осылайша өсіріп жатқан жай бар. Кошич Сандор 1929 жылы дүниеге келген, 1979 жылы дүние салған атақты венгриялық футболшы. Деректі фильмнің жүргізушісі сияқты болып тұрсың ба? Сондай ғой. Бүкіл қазақ журналистеріне пародия салып тұрсың ғой сонда сен, е? Дәл менің артымда деп. Ал дүкеніне келдік. Бірінші барыш клубы Европа лигасында ойнайды екен. Өте тамаша. Қайрат не келеді екен Алматы? Жоқ, селтіктікіне ұқсап тұрмын кейбір. Атырау. Исаилдің формасы бар ма, қараш? Номер 30 деген дейм ана. 6999 тұрады екен. Аха. Бағаларын көршіген. Әдеттегідей бағалар 14 мың тұрады мынау. 14 мың деген флорентпен ғой. Иә, 14 мың флорент. Бұл Қазақстанның теңгесімен бірде бір почти. 14 мың теңге тұрады. Е, 14 мың теңге. Қазақстанмен бір деген жағдай. Мұнай ештеңесі болмаса да. Теңгеміз бірде ғой. Дүкен аралап шықтық, кәдімгідей стандартты түрде дүкен барлық жерлерде, бірақ бұл жерде Исаил ойнайды. Анау отыр әні. Сондықтан Фотосы. Исаил біздің Қайратта ойнап еді ғой деп Ференц Вараштың неге шарфын алып естелікке. Солай қалай түсе жақсы, көз қызығарлық дүниелер, бірақ біз жанкүйер болатын команда емес, бір қатты бір әлемдік деңгейде грантта емес. Өздерінің жанкүйерлері үшін тамаша жағдай жасап қойған негізі. Достар, біз Будапешттеміз әлі. Кешке дейін уақыт бар, рейске дейін. Біз Европадағы ең атақты тарихы терең, өзі терең Дунай өзеніне келіп қараңыздар қандай керемет. Мен бұрын соңды бұны Литвада көрген едім. Мына жақтағы Дунай енді. Қала тұман бұлтты, салқын. Дунай. Бізге анау керек собор Святой Троицы қайда? Білмеймін, брат.